Сәлем балақай, бүгін біздер бірінші сынып математика 78-ші сабақ әртүрлі есептер шығару. Бірінші есепке қараймыз. Әр есепке сәйкес сұлбаны таңда, олардың біреуін шығар. Сурет берген, оның астында сұлба берілген. Енді алдымен қай сұлба қайсыған сәйкес келетіндігін тауып алайық. Бірінші қатарда 7 көрпе бар, ал екіншісінде одан 3 көрпе артық. Бірінші қатарда 7 көрпе, екіншісінде міне 3 көрпе артық. Екінші қатарда неше көрпе бар? Бұны біздер табу үшін 7 көрпеге 3 көрпені қосамыз. Екінші сызбаға сәйкес келеді. Келесі бірінші үстелде 6 кесе, екіншісінде 8 кесе тұр. Екінші үстелдегі кесенің нешеуі артық дейді, яғни белгісіз артық. Бұл бірінші сызбаға сәйкес келеді. Әжемнің көрпеге 40 сары ою, одан 20 кем қызыл ою тікті. Ол неше қызыл ою тікті? Бұл үшінші сызбаға сәйкес келеді. Енді осы есептерді шығарайық. Бірінші қатарда 7 көрпе бар, екіншісінде одан 3 артық. Бізге табу керек екінші қатардағы көрпе сан. Оны табу үшін біздер 7-ге қосамыз 3-ті. 7 қосылған 3 тең болады 10. Жауабы екінші қатарда көрпе. Келесі бірінші үстелде 6 кесе, ал екіншісінде 8 кесе тұр. Екінші үстелде кесенің нешеуі артық? Бірінші үстелде 6 кесе, екіншісінде 8 кесе. Нешеуі артық екені белгісіз. Оны табу үшін біздер 8-тен азайтамыз 6-ны. Тең болады 2-ге. Жауабы 2 кесе артық. Үшінші тапсырма. Әжем көрпеге 40 сары ою, одан 20 кем қызыл ою тікті. Неше қызыл ою тікті? Бұл жерде 40 ою, одан 20 кем. Екінші ойды сал шешуін табу үшін біздер 40-тан азайтамыз 20-ны. Тең болады 20. Екіншісінде 20 ойы тікті. Екінші есептерді оқы, сұлбаға сәйкес келетін есепті таңдап, оны шығар. Кері есеп құрастырып жаз және шығар. А мәтін: жайлауда 5 үлкен және 3 кішкентай киіз үй тігілді. Барлығы неше киіз үй тігілді? Бұл сызбаға сәйкес келмейді. Есеп: жайлауда 5 үлкен, одан 2 кем кішкентай киіз үй тігілді. Неше кішкентай киіз үй тігілді? Бұл сызбаға сәйкес келеді. Енді осыны шығарып көрейік. 5 үлкен киіз үй, одан 2 кем, яғни бұл жерде 5, 2 кем, ал кішкентай киіз үйдің нешеуі екені белгісіз. Оны табу үшін біздер 5-тен азайтамыз 2-ні. Тең болады 3. Жауабы 3 кішкентай киіз үй тігілді. Үшінші есепке қараймыз. Барлық сызық түрлерін ата, кесіндінің ұзындығын өлше. Бұл жерде бұл түзу, бұл сәуле, бұл да сәуле, бұл ирек, бұл да сәуле, бұл кесінді. Осы кесіндінің ұзындығын сызғышпен өлшеп тапсаң болады. Келесі төртінші есепке қараймыз. Ыдысты толтыру үшін әрқайсына неше литр сүт құю керек? Өзің осындай тапсырма ойластырып досыңа ұсын. Енді қараймыз. Бұл жердегі бөшкенің сыйымдылығы 40 литр, оны 30 литрін толтырып қойған. 40-тан азайтамыз 30, тең болады 10. Сонда бұл жерде толтыру керек 10 литр қалды. Келесі, бөшкенің сыйымдылығы 40 литр, 20-сы толтырып қойған, қалғанын табу үшін 40-тан азайтамыз 20-ны, тең болады 20 литр. Екінші бөшкеге 20 литр қажет. Үшінші бөшкенің көлемі 10 литр, 4 литрі толтырып қойған, оннан азайтамыз 4-ті, тең болады 6. 6 литр толтыру қажет.
келесі 10 литр. 10 литрдің 2 литрі толтырылған, 10-2-ні азайтамыз. 8. Сонда бұл бөшкедегі толтырылу керек қалған 8 литр сүт қажет. Осымен бүгінгі 78-ші сабақтың есептерін аяқтап болдық. Келесі 79-ші сабақта күтемін.